бір успех дейді ғой, яғни сәттілікке жетудің бір формуласы бар. Орысша айтқанда благотворительность. Барлық 3000 семьядан 117 семья ғана қалған. Көп адамдар яғни өтірік мұқтаж болып қалады. Ізгілікте жарысақ ұжымына келдік. Достар, баршаңызға сәлем. Қазір біз Еркебұлан екеуміз керемет жерге бара жатырмыз. Ізгілікте жарысақ деген Шымкент қаламызда ұжым бар. Жалпы негізі Шымкент қаласының красавчик жігіттері сол ұжымды ашқан екен. Алла берекесін берсін ол жігіттерге. Жалпы достар, негізі мынау кәсіпте болмаса басқа да бір жобалар жасайтын кезде бір успех дейді ғой, яғни сәттілікке жетудің бір формуласы бар. Ол ең бірінші формула, яғни шүкіршілік ету. Яғни өмірге шүкіршілік етіп жүріңіздер. Ол азанда тұрсаңыз да, түнде ұйықтайтын кезде де өмірге шүкіршілік етсеңіздер, осы өмірдің, яғни икигай дейді, бақытты өмірдің сүресіздер. Екінші нәрсе ол қайырымдылық қоры, орысша айтқанда благотворительность. Ол нәрсені жасасаңыздар, ол сіздер бағана кәсіпте болмаса жобада өзіңіздің бағана жобаңызды бақытты қылып, және де ол успешный қылып істейсіз, яғни сәтті қылып істейсіз. Сол себепті осы екі формуланы қолданыңыздар. Міндетті түрде кәсіпкер, кәсіп бастайын деп жүрген жандар, болмаса кәсіпкерлер болса, осыны екі формуланы қолдансаңыздар болады. Одан бөлек жалпы негізі кәсіпкерлер көп сұрайды да, мен қай жерге көмектессек болады, действительно мұқтаж жандарға қай жақтан тапсақ болады деген сияқты. Соларға мен айтқым келіп жатыр. Осы ізгілікте жарысақ деген ұжымға барсаңыздар болады. Өйткені ол жерде мынау акиматпен тексерген барлық 3000 семьядан 117 семья ғана қалған. Действительно мұқтаж жандарда. Өйткені қазір білесіздер, көп адамдар яғни өтірік мұқтаж болып қалады. Көп кәсіпкерлер сұрайды менен, ол действительно шын фонд па, қандай фонд, қандай ұжым, действительно мұқтаж жандар бар ма деген сияқты. Соған жауап кәсіпкерлерге осы ізгілікте жарысақпен жұмыс істесеңіздер болады. Өйткені мен бірінші күн емес олармен жұмыс жасап жатқаныма, карантин кезінде де бірнеше отбасыға көмектестік. Дәл қазір біз Еркебұлан екеуміз ізгілікте ұжым өзінің 20 жолы бар. Олардың бірінші жолы волонтерларға мотивация беріп, және SMM жолын үйрету керек. SMM деген өздеріңіз білесіздер, Instagram жүргізу, яғни social media маркетинге. Соны бұл ізгілікте жарысақ сондай жобаны алып жатыр екен, волонтерларға үйрету. Соған біз кішігірім үлес қосып жатырмыз. Достар, баршаңызға қайырлы күн. Біз қазір шопинг жасап жатырмыз. Шопингті қайда жасап жатырмыз? Бұның барлығы қазір ізгілік деген керемет біздің Шымкент қаламызда ұжым бар, яғни фонд. Сол ұжымға SMM бойынша дамытуға арнайы андай софтбокстар алып беріп жатырмыз, және де фон, одан кейін фонның артына тұратын арнайы бағанадай жасыл фон, қара фондар алып беріп жатырмыз осы магазинде. Қазір яғни SMM-шіктерге үйретуге арнайы бізде жоқ оборудование алып беріп жатырмыз. Яғни жасыл фон, қара фон, болмаса прожектор түсіріп беретін заттардың барлығын қазір ізгілікте жарысақ деген жігіттерге көмек ретінде, кәсіпкер ретінде оларға көмектесуге бара жатырмыз. Яғни бізден ізгілікке кішігірім ғана бұл поддержка былай айтқанда, орысша айтқанда көмек деп ойлаймын. Сондықтан да жақсылықта жарысайық, әрдайым жақсылық жасап тұрыңыздар, ізгілікте жарысайық, құрметті ағайындар. Яғни ол жаман адамдар болмаса, жаманшылық істеп жүрген адамдар өте көп. Лучше өзіміздің жақсы версиямыз болайық, және де ізгілікте жарысып тұрайық. Достар, біз қазір ізгілікте жарысақ ұжымына келдік. Бұл Елшібек Батыр 88-де орналасқан. Бағана айттым ғой, кәсіпкерлер, қарапайым адамдар баршаңыз осы ізгілікте жарысақ ұжымына көмектессеңіздер болады. Міндетті түрде көмектесіп тұрыңыздар, бір-бірімізбен көмектесіп, жақсылықта жарысайық.
Достар, бағана айтқандай мен ізгілікте жарысайық ұжымына келдік. Мына жерде қарындасымыз, есіміңіз кім? Халида ханым қазір сіздерге барлығын көрсетіп шығады. Бізді ізгілікпен таныстырып шығады. Ұжым қандай ұжым, қашан ашылды, әр күні қандай бағдарламалар бар, барлығын осы кісімен тамашалаңыздар. Рахмет, баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті достар. Ізгілікте жарысайық қайырымдылық қоғамдық қорына қош келдіңіздер. Қазір мен сіздерді жалпы жұмыспен, мақсатымызбен таныстырып өтейін. Кірген кезде ең алдымен көзге түсетін ол әлеуметтік дүкен. Әлеуметтік дүкеннің негізгі мақсаты әл-ауқаты төмен отбасыларға, кез келген категориядағы келіп тіркелген жандарға тегін киім-кешек үлестіру. Тұрмыстық қажетті керекті заттарды алып кете алады, және сіз егер өздеріңізге қажетті емес, бірақ қолдануға жарамды, таза киімдер немесе тұрмыстық заттар бар болса, сіздерде келіп осы әлеуметтік дүкенге өткізе аласыздар. Сонымен қатар біз 2017 жылы 22 қарашада шаңырақ көтерген болатынбыз. Осы жылы уже 4-ші жыл жұмыс жасап жатырмыз, және 4 жылдың ішінде 5 бағыт 20 шақты жобаның аясында жұмыс жасап келеміз. Солардың бірі Мектепке жол жобасы. Мектепке жол жобасының негізгі мақсаты асыраушысынан айырылған отбасының балаларын мектепке дайындау. Сонымен қатар оларға форма, тегін канцтоварлар алып беру. Келесі ол киім-кешек жобасы. Жаңа айтып өткендей, киім-кешек жобасы тікелей әлеуметтік дүкенмен қатар жүреді. Сөз басында 5 бағыт бойынша айтып өттім. Сол бағыттарды айтып өтейін. Бірінші спорт бағыты, білім бағыты, қайырымдылық, әлеуметтік және үймен қамту бағыттары бойынша 20 жоба бөлінеді. Соның бірі, келесісі ол білім жобасы. Білім жобасы білім бағыты бойынша тікелей жұмыс жасайды, және бұл жобаның негізгі мақсаты бізде тіркеулі тұрған асыраушысынан айырылған балаларға білім элементін қолжетімді ету. Сонымен қатар білім жобасы аясында бізде қазіргі жұмыс жасап келе жатқан ол ағылшын курстары және асыраушысынан айырылған аналарды мамандандыру мақсатында жүріп жатқан тегін курстарын мысалға келтіріп өтсек болады. Және соңғы кездері біздің еріктілерді әртүрлі тренингтер өткізу арқылы кәсіби маман етіп дайындауға бағытталған іс-шаралардың барлығы осы жобаға кіреді. Ал енді келесі жобамыз ол спорттық іс-шаралар. Спорттық іс-шаралар спорт бағытындағы негізгі жоба болып табылады. Қазіргі таңда біз асыраушысынан айырылған және де әл-ауқаты төмен отбасыларға арналған футбол, карате, шахмат курстарын қолға алып жатырмыз, және қаланың 4 ауданы бойынша осы курстар және де жаттықтыру курстары жүзеге асып жатыр. Қайырымдылық жобасы. Қайырымдылық жобасы қайырымдылық бағытының негізгі жобасы болып табылады. Өздеріңізге аян карантиндік уақытта табыстан айырылған отбасылар үйінде дәрі-дәрмексіз, азық-түліксіз қалған болатын. Және бұл жобаның негізгі мақсаты әл-ауқаты төмен, жағдайы тіпті азық-түлік алуға жетпейтін отбасыларға азық-түлік пен дәрі-дәрмекті үлестіру болатын. Енді ерекше жандарға көмек жобасы. Өздеріңізге мәлім, инклюзивті қоғам деген қазіргі таңда өте актуалды темалардың бірі болып табылады, және мүмкіндігі шектеулі отбасыдан шыққан немесе мүмкіндігі шектеулі балалар ол қоғамнан тыс, яғни қоғамның бір элементі, қоғамның бір мүшесі болып сезбейді өздерін. Және бұл жобаның негізгі мақсаты мүмкіндігі шектеулі балаларды қоғаммен тікелей етене араластыру мақсатында әртүрлі іс-шаралар өткізу. 2020 жылы соңғы іс-шарамыз 10 қараша күні өткен болатын, және ол іс-шарада біз мүмкіндігі шектеулі 80 балаға түрлі сыйлықтар тарату арқылы олардың жандарына жылу сыйладық. Қазақстан Республикасында 3 жылдан бері орын алып жатқан төтенше жағдайлар біздің барлығымызға көңілімізге мұң қайғы ұялататыны аян. Төтенше жағдай жобасы 2018 жылы, 2019 жылы, 2020 жылы орын алған Аякөз, Мақтаарал, Арыс апаттарына негізгі мақсат ретінде ол сол қалалардың, сол аудандардың тұрғындарына тікелей көмек көрсетті. Ол қаржылай болсын, ол дәрі-дәрмек болсын, ол үймен қамту болсын, немесе түрлі гигиеналық заттар болсын, немесе жай ғана адамдардың жүрегіне жылу сыйлау болсын, осы жоба арқылы жүзеге асты. Егер сіз жақсылықты жасағыңыз келсе, және де ол жақсылықты жалғыз емес, өзіңіздің ұжымыңызбен бірге атқарғыңыз келсе, онда біз сізге ұжымдық эстафета жобамызды ұсынамыз. Ұжымдық эстафета жобасының негізгі мақсаты ол бір ұжым, бір отбасының қуанышы бола алатынын түсіндіру, және сол нәрсені әрбір ұжымға көрсете алу. 2020 жылы 23 қыркүйек күні бізде ең үлкен жобалардың бірі жүзеге асқан болатын, және ол еріктілер мектебі. Еріктілер мектебінің негізгі мақсаты қала тұрғындарын, жастарын, кез келген жасқа қарамай, оларды мейірімділікке, қамқорлыққа және адамгершілік қасиеттерін бойына сіңіре отырып, сол
дүниелерге баулу болады. Ал құрметтілер, қазір біз біздің кадрлар отыратын бөлмедеміз, және бұл жерде жұмыстың ең қызу, ең қызықты нәрселері осы жерде орын алып жатады. Және де бұл жерде көріп отырғандарыңыздай жобаларымыз әлі біткен жоқ. Сонымен қатар мейірімді кітап жобасы және үш жақсылық жобасы бар. Мейірімді кітап жобасының негізгі мақсаты ол әрбір адам кітапқа деген сүйіспеншілігін ояту болып табылады. Үш жақсылық жобасы, егер сіз әлемді өзгерткіңіз келсе және оны қайдан бастауыңызды білмесеңіз, бұл жоба сізге арналған. Сіз үш жақсылық жобасын іске асыра отырып, үлкен бір жақсылық шеңберінің бастамасы бола аласыз. Достар, осымен біздің видео аяқталып жатыр. Өздеріңіз көрдіңіздер, ізгілікте жарысайық ұжымын қандай жобалармен айналысып жатыр, бағана қарындасымыз барлығын көрсетіп, сіздерге таныстырып өтті. Жалпы негізі біз YouTube-қа шығып жатқан мақсаттарымыздың бірі, осы ізгілікте жарысайық ұжымымен қазір меморандум құрып жатырмыз. Достар, жуырда біз осы кәсіпкерлермен бірігіп, және де өзіміздің достарымызбен бірігіп, ағайын бауырларымызбен бірігіп, біз осы баспанасы жоқ адамдарға баспана алып беру бағдарламасын қолға алып жатырмыз. Сол себепті осы YouTube-ға кіріп жатқан мақсаттарымыздың бірі осы. Және де мына қарындастарымыз керемет волонтер деген нәрсе, ол айтады ғой, керемет нәрсе істеп жатыр. Сондықтан ізгілікте жарысайыққа волонтерға келсеңіз, біз даже осы ізгілікпен жұмыс жасап жатқан кейін біз волонтерларға да грант беріп жатырмыз. Өздеріңіз білетіндей, менде пробизнес кәсіпкерлік мектеп бар, яғни кәсіпкерге қалай бастау керек, қалай нені үйрететінін. Соған біз волонтерларға да грант бердік, яғни біз 900 мың теңге грант бөлдік. Оның бірі волонтерлар алды, біреуі екеуі көп балалы аналар алды, қалған біздің оқырмандар алды. Сол сияқты осындай гранттар көп болады. Яғни жақсылық істеймін десеңіз, осы ізгілікте жарысайық ұжымына келіп волонтер болсаңыздар да болады. Сізге көп рахмет, жұмыстарыңыз алға бассын. Бір-екі сөз айтам десеңіз, видеоға сөйлеп жүріңіз. Құрметтілер, сіздерге үлкен алғыс білдіремін. Сонымен қатар Тұран мырзаға көрсетіп жатқан қолдау үшін рахмет. Әрқашанда ізгілікте жарысып, жақсы күндерде жолыққанша. Достар, енді Құдай қаласа, ізгілікте жарысайық Инстаграмы одан да күшті жүреді. Фото, видеосы Құдай қаласа, өткені SMM-ді бұл кісілер дамытып жатыр. Соған бағана әкелген зат кішігірім, ол бізден кішігірім ғана сыйлық. Сондықтан Құдай қаласа SMM-ді дамытыңыздар. Рахмет. SMM бойынша егер үйретем деген адамдар болса, осы волонтерларға келсеңіздер болады.